Бастауыш білім, үздіксіз білім берудің басты негізі, алғашқы басқыша. Бастауыш мектеп – ол оқушы тұлғасы мен санасының дамуы шынайы жүретін, ерекше құнды қайталанбайтын кезең. Бастауыш мектептің жас ұрпақты тәрбиелеуде алға қойып отырған негізгі мақсаттарының бірі қоғамға өзіндік орны бар, өз елін ойлайтын, жан-жақты жетілген, дамыған, табанды жеке тұлғаны қалыптастыру. Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжінің тарихымен бірге жасап келе жатқан бөлімнің бірі бастауыш мектеп бөлімі. Сондықтан бұл бөлім колледждегі алдыңғы қатарлы бөлім болып есептеледі. Бөлім оқытушылары өздерінің кәсіби біліктіліктерін үздіксіз жетілдіру бағытында шығармашылықпен жұмыс істейді. Дәстүрлі республикалық жыл ұстазы байқауына қатысып, 2 рет бас жүлдені жеңіп алды. Қазіргі таңда бөлім бойынша қолданбалы бакалавр, яғни 11-ші сынып негізінде және 9-ші сынып негізінде 146 студент білім алуда. Студенттер колледжда және колледждан тыс өткізілетін барлық жұмыстарға белсенді түрде атсалысады. Мұның дәлелі ретінде бөлім студенттерінің колледжда құрылған клуб жұмыстарына қатысуын айтуға болады. Бөлім бойынша жүргізілетін алтын оймақ қолөнер үйірмесі, айшуақ педагогикалық жасағы, алтын оймақ, сырлы бояу сияқты үйірмелер бар. Бөлім студенттері өздерінің болашақ мамандықтарына сай ұйымдастырылатын кәсіптік бағыттағы байқауларға қатысып, жүлделі орындардан көрініп жүр. Атап айтсақ, WorldSkills аймақтық және республикалық байқауларынан бас жүлделерді иеленді. Колледжіміздің түлектері еліміздің түпкір-түпкіріндегі мектептерде және басқа да салаларда табысты еңбек етуде. Құрметті талапкер, сізді Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжінің бастауыш білім беру мамандығы бойынша білім алуға шақырамыз.